Келесі бізде сол жақ жүрекше. Бұл сол жақ жүрекше оң жақ жүрекшеге қарағанда қабырғасы жұқа болып келеді негізінен. Енді оның бірнеше қабырғаларын ажыратады. Жоғары қабырғасы бар, көріп тұрғаныңыздай. Одан кейін артқы қабырғасы бар, одан кейін мына жерде жау орналасқан алдыңғы қабырғасы болады. Сонымен қатар сыртқы немесе сол жақ қабырғасы болады және ішкі немесе оң жақ қабырғасы ажыратылады. Ішкі немесе оң жақ қабырғасы бұл негізінен мынау септем интератриале болып келеді, яғни жүрекше аралық перде болып келеді. Енді бұның ерекшелігі бар. Мынау оң жақ жүрекшеде бізде құлақша болады. Оң жақ құлақша. Дәл сол сияқты сол жақ жүрекшеде құлақша бар. Бұл құлақшаны аурикуляр синистра деп аталынады. Бұл аурикуляр синистра трункус пульмоналис немесе артерия пульмоналис. Артерия пульмоналисті негізінен мынау артерия пульмоналисті орап жататын болып табылады. Және артерия пульмоналистің түбіне қарай немесе оның негізін бойлап жатқан болып келеді. Артерия пульмоналистің. Одан кейін бізде негізінен ажыратылатын бөліктеріне келейік. Мінекей мына жерде мынау жаңағы аурикуляр синистрамыз, ана трункус пульмоналис, оның осы етегін мойын орап жататын болып келеді. Өкпе сабауының орап жатады. Одан кейін сол жүрекшеде негізгі ажыратылатын төменгі жағында бізде төменгі қабырғасы немесе төменгі жағы негізінен мынау оң жақ сол жақ қарыншаның негізі болып келеді. Бірақ осы шетте жүрекше мен қарыншаның арасында бізде тесік бар. Остеум атриовентрикуляре орналасады. Енді кеттік. Келесі бізде ажыратылатын сол жүрекше негізі бізде ішкі беті тегіс болып келеді. Мынау оң жақ жүрекше қарағанда сол жақ жүрекшенің ішкі беті тегіс. Бірақ кейбір жерлерде өзгешеліктер бар. Мысалға, сол жүрекшенің ішкі қабырғасында жүрекше аралық қалқа болады. Осы жүрекше аралық қалқа, осы жүрекше аралық қалқада бізде фосса овалис орналасты. Бағана айтып өттік, өткен сабақта, то есть сол оң жақ жүрекшеде бізде көрінетін фосса овалис атты тесік болды. Мына тесік оң жақ қарыншада орналасты. Яғни қарыншаралық пердеде болады. Дәл сол сияқты сол жақ қарыншада болады. Сол жақ қарынша ерекшелігі бұның айналасында бізде сопақ тесікке фосса овалис сәйкес жалпақ ұңғыл болып орналасқан вальвула форамина овалис орналасады. Немесе вальвула форамина овалис деп атайды. Ол қатпар сопақша тесік жапқышымен қоршалған болып келеді. Негізгі ерекшелігі осы. Және де мынау тағы бір ерекшелігі бар. Мынау сол жақ сол жақ құлақшаның ішкі беті бізде мускулус пектинати атты қырлы бұлшықеттерден түзілген болып келеді.